Бұл елде қала жоқ, астанада жоқ. Бірақ мұндағы адамдар әлемдегі ең бақытты халықтардың бірі. Бұл Бутан мемлекеті. Гималай тауларында орналасқан бұл кішкентай елде басты байлық ақша емес, бақыт. Бутанда жалпы ішкі өнім емес, ұлттық бақыт индексі есептеледі. Ел үкіметі халықтың материалдық емес жағдайын басты орынға қояды. Білім беру, денсаулық сақтау, табиғатпен үйлесім, барлығы бақыт үшін. Мұнда тіпті трафик те жоқ. Өйткені елде бірде-бір бағдаршам жоқ. Қалалар жоқ болғанымен, таза ауа, тыныштық, рухани өмір мұнда бәрі де бар. Халқының 97% өміріне риза екенін айтады. Сондықтан бұл мемлекет әлемдегі ең бақытты елдердің бірі. Ал бізде бәрі де бар, бірақ бақыт жетіспейтіндей. Сіз үшін бақыт деген не? Пікір қалдырыңыз. Лүпіл басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.